Сәлем балақай, бүгін мен саған көңілді көжек атты әңгімені айтып берейін. Күн шуағын молынан шашып, орманның ішін жылылық жайлады. Көжек іннен басын шығарып, жан-жағына көз тастады. Бүгін не істесем екен деп ойлады ол. Ақыры достарына барып, олардың тірлігін қызықтап қайту туралы шешімге келді де жолға шықты. Көжек ең алдымен тиынның баласына барады. Мен қосуды үйреніп жүрмін дейді мақтанышпен тиынның баласы, құйрығын әрі-бері бұлғап. Үш емен жаңғағына екі емен жаңғағын қоссаң, барлығы қанша жаңғақ болатын білесің бе? Деп көжектен сұрайды. Көжек, жоқ, мен есепті білмеймін дейді. Ал мен болсам білемін, дейді тиынның баласы. 5 емен жаңғағы болады. Қосу білген сондай тамаша. Сен сонда есепті де білмейсің бе? Деп таң қалады тиынның баласы. Жоқ, мен ешқандай есеп білмеймін деп ренжіп көжек ары қарай жүре береді. Көжек жақын маңдағы көгалда аспанға қарап тұрған елікті көреді. Бұлттар әртүрлі пішіндер жасайды дейді ол. Ол пішіндердің қалай аталатын сен білесің бе дейді. Көжек, жоқ, пішін деген не ол? Мен көріп тұрған жоқпын дейді. Қарашы ана бірінші бұлтты, шеңберге ұқсайды дейді. Ал екіншісінші 4 бұрышқа ұқсатып тұрмын дейді. Ал ана соңғы бұлтты қарашы, сопақ пішінді, тура жұмыртқа сияқты дейді. Пішіндер өте қызықты. Солай емес пе? Деп көжекке қарайды. Көжек, мен ешқандай да пішін білмеймін, пішіндерді көріп те тұрған жоқпын деп үнсіз кете береді. Көжек бұтаның үстінде отырған қара торғайдың баласын көреді. Қара торғайдың баласы ән айтып үйреніп жүрген. Қазірдің өзінде мен жаман айтпаймын, тыңдашы деп шиқылықтай жөнеледі. Кішкене балапанның әні бүкіл орманды әуезді бір үнге толтырып әдемі дауыс шығады. Мен де осылай ән айта алсам ғой деп күрсініп көжек, ой, ән де айта алмаймын дейді. Қазір басқа ән айтамын деп қара торғай балапаны әндете жөнеледі. Ән айтқан қандай тамаша деп тамсанып, көжек баласы қарап, тыңдап қалады. Көжек орманның көлге ұласатын жеріне қарай жүреді. Осы кезде дельфиннің баласы судан секіріп шығады. Жанұям ұзақта болғанда олармен қалай сөйлесуді үйреніп жүрмін дейді. Ол бірнеше шиқылдаған, ысқырған дыбыстар шығарып. Бұл әділетсіздік қой, деп күңкілдейді ішінен көжек. Достарымның барлығы сондай ақылды, ал мен ше, деп одан ары қабағы түсіп кетіп, кете береді. Көжек орман ішінде келе жатса, дыр деген дауысты естиді. Қараса, тоқылдақтың баласы тұмсығымен ағашқа әріптерді ойып жазып отыр екен. Мен сенің атыңды жаза аламын, дейді ол. Ағашта қырналған әріптерді көрсетіп, онда көжек деп жазылып тұр дейді. Көңіл күйі түскен көжек, ой, мен әріп дегенді де білмеймін, мен еш нәрсе білмеймін, есеп те білмеймін, пішінде де білмеймін, ән де айтуды білмеймін, менің қолымнан ештен келмейді деп ренжіп, не істерін білмей қайтпақшы болады. Сөйтіп не істерін білмей тұрғанда көжек өзінің секіре алатыны еске түседі де ол секіре бастайды. Ағаштардың арасымен ытқып секіріп, жылдамдығын арттыра түседі. Сөйтіп келе жатқанда тоғанның ішіне түсіп кетеді. Қараңдар, қорқынышты құбыжық деп айғайлайды елік, үсті басын батпақ пен балдыр басқан көжекті нұсқап. Бүкіл ормандағы жануарлар ішектері қатқанша қарқылдап күледі. Олар күлкілерін біразға дейін тоқтата алмайды. Сонда барып көжек не істеу керектігін түсінеді. Мен ең жақсы нәрсе істей аламын дейді. Айғайлап, мен барлығыңды күлдірттім ғой. Я, оның рас, деп достары бір ауыздан келіседі. Бұдан былай біз сені көңілді көжек деп атайтын боламыз деп атап кеткен екен.